2017 жыл болу керек. 7 жыл бұрын болып қапты. Осы Түркияда болдым, сонда түріктердің қазақтарды керемет бір ерекше сыйлайтындарын байқадым да. Сосын арнайы бір түрікпен сөйлескенде сұрадым. Сіздер жалпы осындай ықылас қазақтарға ғана көрсетіп отырасыздар ма, әлде бүкіл ұлттарға солай көрсетесіздер ме дедім. Сонда түрік жігіттің айтқан жауабы былай дейді: негізі қазақтарға деген түріктердің ықыласы ерекше. Неге? Себебі дейді, түркі тілдес 40 шақты ұлт болса, соның ішінде ең үлкен территорияны сақтап қалған қазақтардікі дейді. Және тәуелсіздік алған. Бізден аздап үлкендеу территориясы бар, якуттар бар, бірақ та олар Ресейдің автономиясында. Екіншіден деді, осы 40 шақты түркі тілдес ұлттардың дәл ортасында, территория бойынша дәл ортасында орналасқан Қазақстанның территориясы деді. Үшінші дүние деді, қазақтарда деді, түркі тілдестерге ортақ сөздердің ең көп бөлігі қазақтарда сақталған деді. Сондықтан түріктер қазақтарға деген ықыластары ерекше, бөлекше деді. Мен содан бері осы түріктерге ризамын.